Француз архитекторы Поль Гурдені Алматы қаласының тарихи орталығымен не байланыстырады? Неліктен Жаркенттегі мешіт Қытай сәулетшісі Хон Пикенің біздің күнге дейінгі сақталған жалғыз туындысы? Уәлихановтардың Сырымбет үй жайы қайда орналасқан? Ұмыт болған есімдер мен белгісіз деректер. Қазіргі тарих пен ұлттың бет бейнесі. Осының барлығы Grand Buildings бағдарламасында. Бүгінгі бағдарламада Жаркенттегі Хон Пике салған ғибадатхананың қандай құпиясы бар? Павлодардағы мәшһүр Жүсіп мешіті ширек ғасыр бойы солтүстік Қазақстанның символына айналуына не себеп? Каноникалық стильдегі Өскемен орталық мешіті, ислам сәулет өнеріндегі жаңа әдістер. 15 жасар Земфира Генахунова мен оның қатарластары үшін ағаш мешіттің ішін аралау серуеннен де артық. Бұл әулеттің бірнеше ұрпағы Жаркентте өмір сүріп келеді. Бабалары діни ғимараттың құрылысына ат салысқан. Аталары мұнда құлшылық етуге келген. Ал ата-анасы дәл осы ағаш қабырғаның аясынан сүйікті жұмыстарын тапты. Жаркенттің байырғы тұрғындар үшін бірегей ғибадатхана тек көрнекі орын емес, өз тарихтарының бір бөлшегі. Жергілікті халық көненің көзі болған орданың өткеніне құрметпен қарап, оны жан тәнімен жақсы көреді. Жаркент мешіті 1887 жылы салынып бастады, және 1995 жылы салынып бітті. Бұл мешіттің сәулетшісі Хан Пак болған. Ол кісі бұл мешітті ешқандай чегесіз тек қана ағашпен салған. Жаркент мешіті шегесіз салынған. Темір бекітпе қабырғасын тұрғызуға да, бағаналарын көтеруге де қолданылмапты. Оның сәулет кескіні де ерекше. Шығыс орталық Азияға тән мешіттің күмбезі Будда ғибадатханасының шатырына ұқсайды. Салынғанына 100 жылдан аса уақыт өткен ағаш ғимаратты оңтүстік Қазақстанның мақтанышы десек те артық емес. Құрылыс жұмыстары 37 жастағы Қытай архитекторы Хон Пикенің жетекшілігімен жүргізілген. Жаркент мешітіне дейін Шанхайда діни ғимараттар салған сәулетшіні 1887 жылы аспан асты елінен арнайы шақыртып алыпты. Хон Пике ғибадатхананың құрылысына 8 жылын арнады. Көздің жауын алар әдемілігімен талайды тамсандырған теңдессіз мешіт 1895 жылы аяқталған. Айта кетейік, құрылыстың бас демеушісі жергілікті көпес қамқоршы Уәлибай Юлдашев. Бұл сөзімізге кіреберіс тақтайшада сақталған жазба дәлел. Ол араб әріптермен ұйғыр тілінде жазылған. Қазақшаға аударсақ, бұл мешіттің қожайыны Уәлибай Юлдашев деген мағынаны білдіреді. Уәлибай Юлдашев мешіт құрылысына бар күшін салып, ұйымдастырушылық жұмысты өз мойнына алған. Құрылыс үшін 1050 жұмысшы мен шебер шақырылған. Одан бөлек тікелей ағашпен жұмыс деген 35-37 қызметкер тағы бар. Ғибадатхана үшін діңі мықты саналатын Тянь-Шань шыршасының бөренесін пайдаланған. Оны Жаркенттен 200 шақырым жердегі Ақсүй және Кетпен жоталарында өндіреді. Сүректерді кептіріп, өңдеп, бірінің үстіне бірін қойып мұқият жинаған. Хон Пике ағаштарды дайындауға 5 жылын арнапты. Содан кейін бір жаздың ішінде діни орынды салып бітіреді. Ғимараттың арқауы бөренелермен жалғасқан ағаш діңгектерден тұрады. Жаркентский мечеть построен из Тянь-Шаньского египта. Жаркент мешіті Тянь-Шань шыршасынан салынған. Барлығын есептегенде 122 бөрене қойылған. Хон Пике жұмыс стилін көрсету үшін осы жерде 5 жыл бойы ақысыз қызмет еткен дейді білетіндер. Стиль работы, он работал здесь 5 лет бесплатно. Қытай сәулетшісінің тегін еңбегі ел аузындағы аңыздардың бірі. Хон Пике отаны Қытайда сәулет өнерінің жауһарын тұрғызуды армандап, оған қолы жетпеген секілді. Іштегі идеяны сыртқа шығару мүмкіндігі Жаркентте туғандықтан
бел жазбай еңбек етіпті. Аңызға сенсек, сәулетші орасан еңбегінің ақысын ала алмай қаламын деген үреймен жобаны жүзеге асыру барысында түрлі қулыққа барған деседі. Но передняя колонна мешіттің алдыңғы бағаналары қисық болып шығады. Хон Пикеге бөрененің қисық екенін ескерткенде, қашан ақша төлесе сол кезде түзуленетінін айтады. Сәулетшіге ақысын береді, ал ол жұмысшыларға ғимараттың бір тұсынан ұру керектігін айтқан. Сонда бағана орнына келіпті. Ауқымы кең құрылыс үшін барлық аймақтан ағаш шеберлерін жинайды. Көп ұлтты бригаданың жүйелі жұмыс істеу үшін Қытай және бірнеше түркі тілдерін білетін аудармашылардың қызметіне жүгінген. Бірлестік құрамында тек ағаш ұсталары емес, сонымен қоса білікті оюшылар, суретшілер мен кескіндемешілер де болған. В основном работали мусульманы, казахи. Негізінен мұсылмандар жұмыс істеген. Қазақтар, ұйғырлар, дүнгендер және тағы басқалары әртүрлі ұлттар. Қазақтар оюларын, ұйғырлар мен дүнгендер гүлді өрнектерін салған. В основном рисовали там цветочки разные, ну, по-разному. Қабырғалар мен ернеулер ашық түсті бояулармен сырланған. Қызыл, сары және жасыл реңктер басым. Өсімдік бейнесіндегі өрнектер көп қолданылған. Алуан түрлі гүлдер мен шөптердің арасынан құстардың, балықтар мен жануарлардың кескінін аңғару қиын емес. Шеберлердің шексіз қиялы бір ғасыр уақыт өткеннен кейін жиған кездерді ойға батырып, қазіргі күннің ақиқатын іздеуге итермелейді. Орнамент такого характера. В этом... Болмысы бөлек өрнек. Биыл Германиядан бір адам келді. Ол мына өрнекке қарап тұрып, бұл біздің неміс өрнегі дейді. Ал біз болсақ жоқ, бұл сіздердікі емес, бұл ескіден бар. Яғни қазақтың көне өрнегі деп жауап берді. Это уже старый наш узор, казахский орнамент. Хон Пике Орталық Азия мешітінің дәстүрлі стилімен аспан асты еліне тән сәулет элементтерін қатар қолданған. Орталық Азия мінәжатханаларының ажырамас бөлігі саналатын мұнара мен күмбезді Будда ғибадатханасының детальдармен бірге ұтымды пайдаланған. Жоғары қарай майысқан шатыр, цилиндр бағаналарымен ғимараттың үстін түгел жауып тұр. Мы сейчас находимся в большом зале. Біз қазір үлкен мінәжат залындамыз. Залдың ұзындығы 54-5 метр, ені 29, биіктігі 22 метр. Екінші қабатта әйелдер, бірінші қабатта ер адамдар құлшылық етеді. Намаз оқыған кезде 1500-1600 адам сияды. Молитва вместилась 1500-1600 человек. 19 ғасырдың кең әрі үлкен жұма намазына арналған екі қабатты залы бар мешіт Орталық Азия мен Қытай мәдениетінің қосындысы. Жаркент мешіті қайталанбас әсемдігімен, ерекшелігімен аспан асты еліндегі көптеген ғибадатханалардан асып түсі. Кейбір дерек көздерде отандастары сәулетшіні құрылыс өнерінің құпиясын ашқан үшін аяусыз жазалаған деген ақпарат бар. В отчетах у нас было написано, что ему отсекли голову. Мәліметтерге сенсек, оның басын алған деп жазылған. Дегенмен әртүрлі аңыздар бар. Бір аңыздарға сенсек, ол жергілікті қызбен үйленіп, атын өзгертіп тірі қалған дейді. Остался. Ағаш ғибадатхана 1910 жылғы жойқын жер сілкінісіне төтеп берген. Бері құрастырылған ғимаратқа бірде-бір зақым келмепті. Тек мұнарасы мен күмбезінде жарықтар пайда болған. Кеңес билігінің салтанат құрған және атеизм серпіліс ала бастаған кезде Жаркент символының бағытын өзгертті. Бір жылдары әскерилердің жатақханасы басқа уақыттарда көкөніс сақтайтын қоймаға айналды. Малый мешіт бұл кинотеатр. Кіші мешітте жаздық кинотеатр болды. Жұма мешіті деп аталған үлкен мешіті астық қоймасы ретінде пайдаланды. Ана была жерный склад. Сәулетші Ләйлә Рахымжанова 70-ші жылдары Жаркент мешітінің қайта жаңғырту жұмыстарына қатысқан. Бұл 20-шы ғасыр басындағы жер сілкінісінен кейінгі ғибадатхананың тұңғыш жаңғыртылуы еді. 60-шы жылдардың соңында тек өлшемдерін алып, 1975 жылы нақты іске көшеді. Ләйлә Шаймерден қызы 40 жылдан кейінгі көрген көрінісін былайша еске алады. В общем-то, это было грязное помещение.
покрытая пылью, следы от мышей. Жалпы өте лас шаң басқан ғимарат болатын. Жарқанаттардың іздері бүкіл жерді жағымсыз иіс алып жататын. Әрине, жарқанаттар төбемізде ұшып жүрді. Бағаналар сақталған, оларды матамен орап, қызыл лакпен бояп тастапты. Дегенмен де бұлғанған. Біз барлығын өлшей бастадық. Қазір жарқырап тұр. Бірақ кезінде мына кескіндемелердің түрі өңіп кеткен болады. Начали обмерять, нужно же реставрировать. Сейчас это ярко выглядит, но все вот эти вся эта живопись, она была бледной. 100 жылдық тарихы бар ағаш мешітті жаңғырту кезінде балшықтан соғылған қоршаудың ағаш торларын, ағаш айдақарлардың сұлбасын, әлі күнге дейін мінәжат хана әр беріп тұрған таңғажайып шамдарды қайта қалпына келтіруге сәулетші Ләйла Рахымжанова айтарлықтай үлес қосты. На фотографиях я увидела, есть фонари. Біздің мұрағатта осы жақтаудың бөлшегі түскен кішкентай фотосурет жататын. Сол суреттен шамдардың болғанын көрдім. Фотосуретке қарап, сызбамның нәтижесінде шамдар қайта орнына келді. Фонари появились именно по моим чертежам. 1978 жылы жаңғырту жұмыстары аяқталған соң, мешіт ғимаратында сәулетшілік көркем музей ашылды. Қазіргі күні мұнда 1000-нан аса жәдігер қойылған. Олардың арасында тұрмыстық керек жарақтар да кездеседі. Алайда баға жетпес жәдігер ол өзінің қаласын және оның тарихын сүйетін ұрпаққа аманат болған Қытай сәулетшісінің ағаш жауһары. Діни ғимараттарды салу барысында тың идеяларды іздеу ешқашан тоқтаған емес. 100 жыл бұрын Қытай сәулетшісі Хон Пекенің Жаркентте салған Будда ғибадатханаларына ұқсас мешіті жаңалық саналды. Бір ғасырдан кейін бізді ерекше құрылыстар таң қалдыра бастады. Ендігі сөз Павлодардағы мәшһүр Жүсіп мешіті жайында болмақ. Ғимараттың күмбезін киіз үйдің шаңырағына ұқсатып жасаған. Меня зовут Мумин, я гость из Таджикистана. Я пришел в гости. Менің атым Мумин. Қазақстанның Павлодар қаласына Тәжікстаннан қонақ ретінде келдім. Жұма күндері мәшһүр Жүсіп мешітіне намазға барам. Мұнда барлығы тамаша. Жайлы, жылы Құранды әдемі оқиды. Мешіт сондай әсем. Халқы адамды жатырқамайды. Бәрі керемет. Народ общительный. Все отлично здесь. Павлодардағы мәшһүр Жүсіп мешіті Қазақстанның ең әдемі мінәжатханасының ондығына кіреді. Ғибадатхана 8 жұлдызға орнатылған күмбез сияқты дөңгелек пирамида бейнесінде салынған. Елімізде бұл мешітке ұқсайтын ғимарат әлі бой көтерген жоқ. Саяхатшылар мен суретшілер көрнекті орынға міндетті түрде келуге кеңес береді. Да, я всем гостям, которые Мен барлық қонақтарға өзімнің отандастарыма, таныс мұсылмандарға жұма сайын қоңырау шалып, мәшһүр Жүсіп мешітіне шақырам. Себебі мұнда сондай ыңғайлы. Намаздан соң жанымыздағы әдемі паркте серуендеуге мүмкіндік бар. Маған бұл мешіт өте ұнайды. Потому что там возле мечети есть парк. Мне нравится мечеть. Мәшһүр Жүсіп мешіті 48-де 48 метр өлшеммен 8 жұлдыз пішінінде салынған. Мешіт 7 гектардан артық аумақты алып жатыр. Мұнарасының биіктігі 63 метр. Шаңырақ бейнелі күмбез диаметрі 54 метр. Мінәжат залы 1200 орынға есептелген. Павлодар қаласының бас мешіті этнограф шығыстанушы мәшһүр Жүсіп Көпеевтің атында. Мәшһүр Жүсіп мешітін салу өткен ғасырдың 90-шы жылдарының соңында қолға алынды. Жобаның құрылысымен Елорда циркінің, Алматы променадының және 10 шақты ірі нысандардың авторы, Алматы қаласының бұрынғы бас сәулетшісі, Қазақстанның құрметті сәулетшісі Төлеген Әбілді айналысты. Ол Павлодар қаласының әкіміне өзінің, әріптестерінің дәстүрлі және заманауи үлгідегі сызылған жобаларды ұсынады. Сызбалар арасынан таңдау күмбез пішінді 4 мұнаралы мешітке түседі. Жоба 1991 жылы КСРО сәулетшілер кеңесінің алтын медалімен марапатталған еді. Пришлось собрать очень много мечетей
у своих Байқауларға қатысқан достарымнан көп сызба жинауға тура келді. Нәтижесінде едәуір жиналды. 3-4-еуінің жақтауына мына көшірмелерді жабыстырдық. Оның ішінде алтын медаль алған мешіттің де сызбасымен суреті бар. Павлодар әкімінің қабылдауына келдік. Барлығын кіреберіске орналастырып, баяндауды бастап кеттік. на прием к Акиму. В вестибюле выставили и начали разговаривать. Төлеген Әбілда тәжірибе жасаудан қорықпады. Мешіттердің дәстүрлі пішінінен бас тартып, жалпы кеңестік байқауда жеңіске жеткен жобаны негізге алуды ұсынған. Қала басшысы сәулетшінің пікірін тыңдай келе, оларға толықтай шығармашылық еркіндік береді. Эскиз вылепил, сперва она получился широкой. Әуелі сызбаны балшықтан соғып шығардық. Өте керемет болды. Сол кезде тағы да уақыт беруін сұрадым. Келген кезімде құрастырып қойылыпты. Бірінші көзге ерсі көрінді. Бірден бекітіп жібермегеніне қуанам. Пішінін сәйкестігін қайта қарап әбден ақылға салдық. Соңында жоба бекітілді. Когда приехали, ее он утвердил. Павлодар бас мешітінің іргетасы 1999 жылы қаланып, негізгі жұмыс 2000 жылы басталды. Құрылыс барысын көру үшін Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев келген. Мешіт 2001 жылдың 21 қыркүйегінде ашылды. Ғимарат қайталанбас пішін арқылы ерекшеленеді. Әркім өзінің ой өрісіне қарай мешіттің кескіндемесін сан түрлі бейнеде көреді. Металл күмбез біреулерге араб жамылғысындай көрінсе, басқалары қазақ ертегісіндегі қаһармандардың қару-жарағына немесе әйелдің ұлттық бас киіміне ұқсатады. Жалпы қарасаң, Қазан қаласы татар мешіттері, Өзбекстандағы мешіттер бәрі бір типтес, домалақ. Мына ұқсап, сәукеле ұқсап, шайып немесе дуылға ұқсап неметіп беретін мешіттер өтас. Бұл өзі қазақи, қазақтың батырлар жырындағы батырлардың дуылғасы, қашықтар жырындағы сұлулардың, арулардың сәукелесі, қазақтың ең даласындағы үлкен киіз үйі. Бұл осы Сарыарқа төсіндегі ең сәулетті, осы біздің Павлодар Керек өңіріндегі негізгі символы. Қазір кез келген бір ювелирлік дүкендерге барсаңыз, біздің мешітті неметіп қойған не түрлі мүшіншелер. Мешіттің ішкі безендірілуі ғимараттың қайталанбас сұлулығымен әсемдігін еселей түскен. Ұлттық стильдегі өрнектер діни көзқарастармен тығыз байланысты. Таза мөлдір тастан жасалған зүбәржа таспашамы негізгі залдың көркін кіргізіп тұр. Оны Павлодарға Өзбекстаннан арнайы алдыртқан. Мысалы, мына үлкен люстра, мына еконнан 5 тонна салмақты. Анада 546 шам бар. Толығымен жаққанда ана шамдарды. Өз жылында бір рет төмен қарай түсіріп, арнайы аспаппен. Бірақ тазалап, күйіп кеткен шамдарын қайтадан жаңалап, жөндеп, қайтадан бір көтеріп отырады. Бұл немені. Бұл ана немедегі Самарқандтағы Әмір Темір немесінен мешіттің, артындағы мешіттің немесі. Таза соның көшірмесі. Мәшһүр Жүсіп мешіті тек Павлодардың емес, Қазақстанның бетке ұстар көрнекті жері. Мұнда діндарлардан бөлек қала тұрғындары мен қонақтары жиі келеді. Сонымен қатар ол жастардың сүйікті мекеніне айналған. Главная мечеть города Павлодара видно с... Бас мешіт Павлодардың кез келген тұсынан көрінеді. Таяуда салынғанына қарамастан қаланың негізгі көрнекті орны деуге болады. Мешіт орталық саябақта орналасқан. 6 гектар жерді алып жатыр. Мұнаралар мен негізгі бөлігі кірпіштен қаланған. Ал күмбез металл құрылымдарынан тұрады. Гектар. То есть минарет и основное здание выполнено из кирпича. Сам же купол выполнен из металлических конструкций. Дәстүрлі сәулет өнері негізінде салынған діни ғимараттар Қазақстанда қазірге дейін берік сақталған. Ғасырлар бойы мызғымған құндылықтар қағидасына сүйенген заманауи құрылыс нысандары республиканың түкпір-түкпірінен табылады. Бұл тұжырымдамамыздың дәлелі ретінде Өскемендегі жаңа мешітті айталамыз.
Бұл мешіттің салынғанына небәрі 5 жыл. Ертістің сол жағалауында бой көтерген ғимарат қала сәулетін көркейтті. Жолдың негізгі торабындағы ғибадатхана алыстан көзге түседі. Шығыс Қазақстанның ең үлкен мінәжатханасы Елордадағы Хазірет Сұлтан және Нұр Астана мешіттерінен кейін көлем жағынан 3-ші орында тұр. Осы отырған мешітіміз Қалип Алтай мешіті 2010 жылы іргетас қаланды. Осы жұмысты арғарта басқарды. Осы жерде барлық ақсақалдар, облыстық ақсақалдары, және де қала тұрғындары, аудан адамдар түгел көріп осы мешітке күш салдық салуға. Халық қазір 3000-ден 4000-ден артық адам осында көріп намаз оқиды. Мешіт құрылысы 2009 жылдың қазан айында басталып, 2012 жылдың тамызында аяқталды. Жобаны Семей құрылыс жоба институты жүзеге асырды. 4 мұнарасының биіктігі 63 метр. 5 қабатты мешітке бір уақытта 3000 адам сияды. Дәстүрлі ислам стиліндегі ғибадатхананы әсемдеуге ұлттық өрнектер мен элементтер қолданылған. Күмбезді типке жатады. Сонымен қоса, Орта Азия мен Парсы сәулет мектебінің сарыны байқалады. В чем это выражается? Во-первых, это наличие портала. Бұл мектептердің стилін ең бірінші босағасынан байқайсыз, яғни кіреберіске ерекше көңіл бөлген. Мұндай үлкен кіреберісті пештак деп атайды. П пішінді босағаның жақтауларында эпиграфиялық өрнектер, яғни араб жазуының әріптік суреттері бейнеленген. Мұнараларынан Орта Азия діни сәулет өнерінің дәстүрлі безендіруін және бұрыштағы бағаналардың жиектемелерінен гүлдестелерді көреміз. Культовых сооружений и обрамление их угловыми колоннами, которые назывались когда-то гульдаста. Дәстүрлі ислам ережелеріне сай салынған мешіт құрылысында символика басым. Мұнараның биіктігі Мұхаммед пайғамбардың жасын білдірсе, 5 күмбез исламдағы 5 парызбен сәйкес. Ішкі дизайны да діни салт санаға сай. Геометриялық және өсімдік бейнелі нақыштармен безендірілген. Барлығы тақтайшаларға алтынмен ойылып өрнектеліпті. Помимо веяний, так скажем, среднеазиатского зодчества, конечно же, мы видим здесь и... Өрнектерден Орта Азия сәулетшілерінің ағымынан бөлек жергілікті дәстүрімізге қатысты безендіруді аңғарамыз. Қанша дегенмен бұл тұрғылықты халықтың тілі, сондықтан оны бағаналарды, құрастырмалы ағаш элементтерді және тағы да басқаларын көмкеру кезінен, яғни есіктегі қоршаудағы қабырғадағы бедерлерден көреміз. Мұның барлығы жергілікті мәдениетпен бір кездері Қазақстан сәулет өнерінде болған тарихи дәстүрдің бірігуі. Исторических традиций, которые были присущи в целом архитектуре Казахстана. Сәулетшілер мешіт қабырғасымен негізгі кіреберіс мұнарасының күрең қызыл түсті гранитпен қапталғандығын анықтаған. Ал күмбез үшін титан нитратын пайдаланыпты. Титан нитраты берік әрі төзімді металл. Қанық көк түсті күмбез аспанмен астасып, айналасына сұлулық сәулесін шашып тұр. Біз осыған армандадық, біз халық болып, Шығыс Қазақстан халқы болып, осы мешітке осындай мешіт болуын армандадық. Бірақ осы мешіттер өзіңіз қарашы, сырттан қандай әдемі балама, өте тамаша. Келген адамдар таң қалып қуанып кетеді. Мұнаның ішін қарашы, аусикасы қандай күшті тамаша. Іші жылы, қысы жазы халықтар осыдан келіп рақаттабады. Мешіт 4 метрден аса биіктіктегі тұғыр беттің үстінде орналасқан. Бұл жергілікті сәулетшілердің тағы бір жетістігі десек артық емес. Ол негізгі есіктің алдын босатып, көлік тұрағын және қосымша ғимараттар салуға мүмкіндік береді. То, что мечеть стоит в новой строящейся части нашего города, это замечательно, поскольку здесь еще... Мешіт қаламыздағы жаңа ғимараттардың қатарын көбейткеніне қуанамын. Себебі мұнда жаңадан салынған ірі құрылыс нысандары жоқ. Кейін мешіт айналасын бей ғимараттар басып кетпес үшін саябақ орнатылған. Бұл мұнаралардың жалпы адамзат үшін, қаламыздың көрінісі үшін маңызды символ екенін ескере отырып қабылданған шешім. Меніңше бұл тек әсемдік емес, болашақта қаламыздың мақтанышпен көрсететін орнына айналу үшін де маңызды.
украшением, но и в будущем одной из визитных карточек нашего города. Бүгінде Қазақстанда 2,5 мыңнан астам мешіт бар. Олардың барлығы бірегей сипатымен, сырға толы тарихмен, аймаққа тән қайталанбас бояуларымен, діни сәулет өнерінің рухымен ерекше.